ойлашы, рахым ретінде 70 жыл сізге уақыт береді, 70 жыл сізге қойшы деп жүрген адамды көтереді Алла Тағала, рахымды. Бәлкім кеп қалар деген. Сосын біреу жаңағыдай 70 жыл бойы күнәні жасап мысалы, сосын жаңағыдай ажалына 1 жыл қалған кезде тәубасына келіп Құран оқиын деп бүйтіп отырса, Алла Тағаланың рахымын қарасаңшы, мұқтаж емес, құр рахымда. Жаңағы құр тәубаға келіп болды, мен сенемін, енді Құран оқимын, намаз оқимын, енді дұрыс жүремін деген сөз үшін, сол жүрегін солай қаратып келген үшін, жаңағы 71 жыл күнәсін өшіріп тастайды. Алла Тағала күтеді. Болды. Үлгеріп ал дейді. Үлгере алмай қалсаң, болды, ешбір туысқан көмектесе алмайды. Ешкім көмектесе алмайды деп отыр.